1907 жалпы орта білім беретін мектептің 11-ші б сынып оқушысы Құдайберген Үміт. Бізді қоршаған ортада болып жатқан өзгерістер, техниканың және механиканың, биологияның, медицинаның және басқа да ғылыми салалардың мәселесі бойынша математикалық модельдеу функционалды қысқартылған. Осы сала бойынша жетекші Бердалиева Баян Алиевнамен бірге 10-ші сыныптан бері жаратылыстану есептерін шешу үшін дифференциялық теңдеулерді қолдану әдісін анықтадық. Осындай мысалы, осылай алғашқы болады x, y. Біз x, y деп алатын жеріміз біз оны функцияны координаталар өте саламыз. Ал бұл x, y деп алуымыз бізге ол өте ыңғайлы болып табылады. Біз бұл жерге көптеген осы шикізат тасымалы деген сияқты есептердің көптеген мәндерін қоя аламыз. Менің ғылыми жоба жетекшім Бердалиева Баян Алиевна. Менің ғылыми жобаға қызығушылығымның себептері математика. Яғни математика есептерін өте ұнатамын және де оны өмірлік салаларда, яғни құрылыс салаларында да қолданғым келді. Сондықтан мен ғылыми жоба есептерін шығардым. Мен өзімнің ғылыми жобаларымды және де есептердің шығару оңай жолдарын сыныптастарыма көрсеттім. Мені ғылыми жоба маған өте қатты ұнайды.